Құрметті оқушылар, бүгін біз 11-ші сынып жаратылыстану бағыттағы, яғни Action кітабы бойынша 3-ші тоқсанға арналған 1-ші БЖБ-ні талдайтын, яғни 2-ші БЖБ, бұл 2-ші БЖБ-ні талдайтын боламыз. STEM and Reading for Pleasure деп тұр. Негізі бұл, яғни 6-ші юнитқа арналған STEM тақырыбы бойынша. Енді біз мақсаттарды айтып уақыт алмаймыз. Жалпы білесіңдер, БЖБ өзі 2 тапсырмадан тұрады. Соның біріншісі бізде reading. Мінекей, read the article and be ready to answer the questions. Яғни бізде мақала беріліп тұр. Сосын астында сұрақтар бар. Осы текст бойынша сұрақтарға жауап беру керек. Ол сұрақтар мінекей. Бірінші сұрақ ABCD таңдауымыз керек. 2, 3 және 4 сұрақ бар екен, е? 4 сұрақ бар екен, аудар жібересем. Read the introduction, paragraphs 144, which selection explains a problem with regular solar panels. Яғни бізде кіріспені оқы деп тұр. Және қай бөлімде жаңағы solar panels дегеніміз бізде күннен алынатын энергия. Сол, яғни сондай дұрыс энергияның проблемасын қай бөлімде түсіндірді дейді. Екінші сұрақ. Read the section adding tanks to solar panels дейді. Осы бөлімді оқы дейді. Which sentence explains how the so-so design is different from the tank device? Яғни бізде tank дегендер, яғни осы жылу беретін энергияның түрлері, сол so-so деген дизайннан қандай айырмашылығы бар дейді. What do Vakuan, Sun and Kate Barnum agree on in the article дейді. Неште 2 адам аты берілген, солар мақалада қай жерде келіседі. Неште what is Vakuan, Sun's point of view on solar energy? Vakuan, Sun'стың, яғни көзқарасы қандай дейді. Сонда барлығы 4 сұрақ. Енді оның жауабын айтатын болсақ. Мына жерде мінекей. Бірінші сұраққа B, екінші сұрақ B, үшінші сұрақ C, төртінші сұрақ D деп дұрыс жауабын көрсетіп қойыпты. Мінекей осы 4 дұрыс жауабын алсаңдар B, B, C, D. Арғарай бізде speaking етеді. Бұл яғни айтылым. Discuss the article solar energy which you have read, analyzed and annotated at home. Be ready to support the conversation and answer the questions of your peers. Produce a speech by giving extended answers to the questions. Solar energy, яғни бағана айтып тұрғандай бұл энергия. Сол туралы сұрақтарға жауап бер дейді. Мінекей бізде 15 сұрақ беріліп тұр. Осы сұрақтарға жауап берсек. Мінекей бұл сұрақтардың жауабы. Бірінші, what is polluting the world? Яғни әлемді не ластап жатыр дейді. Fossil fuels are polluting the world. Яғни бізде мұнайдан қалған қалдықтар әлемді ластап жатыр. Мысалға, яғни бұл мысал, осылай жауап беруге болады. Значит, fossil fuels'тың орнына любой бір нәрсе қойсаңдар болады. What are people looking for? Адамдар не іздеп жатыр? People are looking for alternatives to non-renewable resources of energy. Альтернатива, яғни энергияға сондай іздеп жүр адамдар, я. What is an alternative source of future energy? Solar energy is one alternative source for future energy. Яғни бізде күннен алынатын энергия, бұл бізге соны пайдалану керек, я. What is the most abundant source of energy known? Яғни бұл көп таралған түрі энергияның жаңа күн сәулесін айтып жатырмыз. What happened in the early 1990s?
1990 жыл не болды дейді. Бұл текст бойынша айтсақ, lower prices for fossil fuels coupled with government subsidies help to make fossil fuels appear more economical than renewable fuels деп жауап берген. Мұнайдың бағасы төмендеген, субсидиялар болған үкіметте және яғни мұнайдан алатын энергиядан гөрі жаңадан шыққан энергия көбірек экономны болған. Who hope to develop new technologies? The United States government. Яғни жаңа технологияларды кім дамытты? US government, яғни бұл ақш-тың үкіметі. Do fossil fuels release more pollution than solar cells? Яғни сол неге қарағанда, күнге қарағанда біз мұнайдан көбірек аламыз ба? Яғни көбірек ластады ба? Яғни қалған энергиялардан гөрі мұнай көп ластай ма? Яғни біз күннен энергия алатын болсақ, ол азырақ ластайды яғни. What are some advantages of solar power? Яғни күннен алатын энергияның несі қандай? Артықшылығы. With lower emissions, the greenhouse effect can be slowed and the global warming nearly stopped. Яғни біз сол энергияны қолдансақ, бізде яғни жаңағыдай жылыжайлар көбейеді және бүкіл әлемдік жаһандықта азаяр еді дейді. Has the price for solar power plants gone up or down? Сондай өсімдіктерге, яғни күн жүйесі арқылы өсетін нелер көп па? Бағасы көтерілді ма, төмен түсті ма? This constant deflation will raise the price of coal, natural gas and petroleum. Яғни соның кесірінен бізде мына көмір, газ және бензиннің бағасы қымбаттайды дейді. Onыншы. Why might the price for fossil fuels go up? The price for solar plants has continued to drop while fossil fuels are being continually depleted. Яғни сол мұнайдан несі бағасы көтеріле ма? Яғни мұнайдың бағасы түссе, жаңағы күн энергиясымен өсетін өсімдіктер көбейеді. What is one argument against solar power? One argument is the cost of the initial start-up. Building solar power plants is very expensive. Сол күн жүйесіне қандай аргумент, яғни қарсы келеді? Себебі сондай өсімдіктерді өшіру ол өте қымбат дейді. 12-ші. What helps offset startup costs of solar power plants? Building solar power plants is very expensive. Ештен сұрақ белгісі қалып қойды. Қымбат па дейді, яғни ондайларды не істеу жаңа қымбат деп айттық, Who says solar power may change our lives in the 21st century? 20 ғасырда бұлар біздің немізді өзгертеді деп кім айтып жатыр? Эксперттер, шамалы эксперттер айтып жатыр, What do environmentalists argue? Яғни бізде қоршаған ортаны қорғаушылар. Яғни жаңағындай, егер біз қолдан өсіретін болсақ, өсімдіктерді, яғни оған басқа табиғи нәрселерді қоспай, ол кезде ауа көп ластанбайтын еді дейді. What could happen if solar power use increases? Яғни бұл, егер соны бәріміз қолданып кетсек, не болады? Яғни бұл бізді электр энергиямызға айналар еді дейді. Одан кейін бізде тағы да талқылауға мындай сұрақтар беріліп тұр. Do you think solar power is a good alternative source of energy? Why?
Бішті енді do'ден басталып тұрғандықтан yes деп жауап беруге болады. Yes, I do. Sand is a good alternative. What are some as alternative source of energy? Тағы да альтернативалар сұрап жатыр. Іште жел, гидро, яғни су арқылы. What is nuclear power? Nuclear power is the use of nuclear reactions to produce electricity. Яғни nuclear дегеніміз жаңағы нені электр энергиясын өндіретін реакция. Do you think is generally safe or dangerous? Яғни ол қауіпті ме, қауіпсіз бе? Ол қауіпті, бірақ бізге керек. As is nuclear power plants in your country? Has right to build a nuclear power plant. Яғни президент ол бойынша бұйрық берген, я. How would you feel if a nuclear power plant was built near your home? Сен ең жағында болған қалайсың ба дейді. Өйткені ядролық күш қой, nuclear power дегеніміз. I don't want that it was near my house. I think it should be far from our houses. Бұл зиян болғандықтан үйімізден алыс орналасу керек деп жатырмын, иә. What do you think about hydropower? Hydropower деген сұрақ. Is it a good idea? Why? Гидро, яғни суды пайдалану, бұл жақсы альтернатив. What are some ways people waste energy? Тағы да энергияны қайда құртады? Inefficiently, яғни біз оны дұрыс пайдаланбасақ, бостан босқа ол кезде ол құртылады. Should governments be responsible for developing alternative energy resources? Бұған яғни үкімет жауапты ма? Я, бірақ адамдардың өзі де оны қалай қолдануына байланысты жауапты, я. What can you do to promote alternative sources of energy? Сен не істей аласың? Яғни біз офисте, үйімізде дұрыс оларды пайдалану арқылы. Are you ever bothered by air pollution? Why? Яғни сен ауаның ластануын көрдің ба деген сияқты, я, мысалға экологиялық проблема болса, иә деп жауап бердім. Мінекей осылар тоқтатып жазып алыңдар. Сұрақтарың болса комментарийға жазуға болады. Үште екіншінің жауаптары берілмейді, просто қалай жауап берілу керектігі ғана айтылады.